Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнінің 30 жылдығына арналған бірыңғай республикалық акция аясында 2022 жылғы 4 маусымда Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 150 қызметкері Қазақстан Республикасының әнұранын орындап, флешмоб ұйымдастырды. Мұндай шаралар еліміздің барлық аймақтарында өткізіліп отырады. Сонымен қатар министрлік ғимаратының жанынан мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына арналған ресми рәміздер бейнеленген мерекелік баннер көтеріліп, тулар ілінді. Құттықтау сөз сөйлеген Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің аппарат басшысы Ерболат Мұқаев. Мемлекетіміздің рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет рәміздеріне биыл 30 жыл болып отыр. Өздеріңізге белгілі. Бүгін біз үшін, барлық қазақстандықтар үшін рух, намыс, бірлік мерекесі деуге болады. Ата-бабаларымыз аңсаған осындай рәміздер біздер ұрпақтан ұрпаққа, болашаққа жалғастыру біздің міндетіміз болып табылады. Шара министрлік қызметкерлері ұйымдастырған патриоттық флешмобпен жалғасты. Қатысушылар өлшемі 8-4 метр болатын үлкен туды жайып, 30 символдық санмен қатар тізілді. Басты мақсат жастардың патриотизмін нығайту, Қазақстанның құндылықтары мен жетістіктерін насихаттау. Ең бастысы мемлекетіміздің тәуелсіздігінің ұзақ жыл бойы болуы, елімізге тек биік шыңдардан көріне беруіне тілектеспін. Құрметті отандастар, бүгінгі мына мереке мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Еліміз мәңгілік жасасын, көк байрағымыз биіктен желбірей берсін. Еліміз мәңгілік болсын. Елімізде тыныштық, ынтымақ, береке болсын. Еске сала кетейік, осыдан тура 30 жыл бұрын 1992 жылы 4 маусымда тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздері бекітілген болатын. Бұл күн жаңа мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба және әнұранның туған күні ретінде тарихта мәңгі қалады. Тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.